Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге небәрі 5 минутта дайындалатын өте дәмді кабачоктан жасалынатын құймақтың рецептісін көрсетемін. Қолда бар қарапайым өнімдермен дәмді таңғы немесе кешкі ас дайындайтын боламыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай құймағымыз өте жақсы шыққан. Міне видеодан өзі көрініп тұр, жұмсақ екендігі, майсыз екендігі. Дәл осылай пісіргіңіз келсе, сізде видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Сіздерге барлық пайдасын айтып өтемін осы видеода. Міне бізге бар болған 2 кабачок керек. Осы 2 кабачоктан біз бірнеше 25-20 штуктан асатын құймақтарымызды дайындап шығарамыз. Бізге сарымсақ және 2 жұмыртқа керек болады. Кабачоктың сыртын ашмай жасай берсеңіздер де болады, немесе жақсылап ашып алсаңыздар да болады. Мен бұл жерде ашмай жасап жатырмын. Сыртын жақсылап жуып, менде кішкене қарайған жері бар екен, сол жерін толықтай алып тастадым. Енді үккіштен жақсылап өткізіп алатын боламын. Егерде каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қоюға кеңес беремін. Каналыма апта сайын жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Туыстарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп отырсаңыздар да болады. Осылайша қазақша контенттің дамуына үлес қоса аласыздар. Каналыма кіріп көрсеңіздер, көптеген пирогтардың, торттардың, салаттардың, неше түрлі кешкі астардың рецепттерін көріп, идея ала аласыздар. Қарап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де осы кабачоктың пайдасын айтып өтетін болсам, ас қорытуға өте жеңіл, диеталық өнім болып саналады. Калориясы аз, арықтағысы келгендер үшін өте қолайлы. Ісінуді басады, иммунитетті күшейтеді. Витаминдер мен антиоксиданттар көп, әсіресе С және А дәрумендері жүрекке пайдалы. Кабачогымызды жақсылап үккіштен өткізген соң, тұзын қосып, жақсылап араластырып, біраз уақытқа қойып қоямыз. 15 минут, 20 минут немесе 10 минутқа қойсаңыздар да жеткілікті. Суы шығады, кабачоктың өзі біраз бөлігі судан тұрады. Осылай қойып қоямыз, суы кәдімгідей шығады, қазір көресіздер барлығын. Енді біз осы уақыт аралығында сарымсағымызды тазалап, үккіштен өткізіп дайындап аламыз. Бізге 3-4 басы жеткілікті. 2 басын қоссаңыз да, 3 басын қоссаңыз да жеткілікті. Әдемі дәм береді сарымсақ. Міне көріп тұрғандарыңыздай суы кәдімгідей жасыл болып шығып тұр. Енді осыны жақсылап сығып алуымыз керек. Бізге суы қатты араласып кетуге болмайды құймаққа. Бұлай суы араласып кететін болса, құймақтарымыз жақсы піспей қалады. Қолымызды жақсылап жуып алып, жақсылап сығамыз осы қолымыз арқылы. Бұны сеткадан, басқа нәрседен өткізіп істесеңіздер, бәрібір де артық суы қалып кетеді. Сондықтан жақсылап қолыңызбен осылай сығып, суын кетіріп алғаныңыз жақсы. Сонда құймақтарыңыз өте жақсы болып шығады. Бұл көбісі бұлай жасай бермейді, қолмен сыққысы келмейді. Ерінбей осылай жасап көрсеңіздер, міндетті түрде сіздерде өте жақсы идеальный құймақтар шығады. Міне қараңыздаршы, қанша су шықты. Бұдан кейін де бұл тағы су шығу жалғаса береді, сондықтан тезірек жасау керек. Бұл тағам балаларға да, ересектерге де өте пайдалы. Аллергия туғызбайды, жұмсақ, тез қорытылатын тағамдардың бірі. Жақсылап суын кетіріп алған кабачогымызға осылай жаңағы ашып дайындап алған сарымсақтарымызды үккіштен ең майдасынан өткізіп қосатын боламыз. Және де 2 жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тұз бұрыштарын құрамына қарай, дәміне қарай қосасыздар. Сарымсақ қосқан соң тым қатты көп мөлшерде тұз қосудың керек жоқ, өйткені ачы болып кетуі мүмкін. Тұзын абайлап, дәміне қарай қосыңыздар. Егер де дәл осылай сіздерде кабачоктан оладьи жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер. Мен міндетті түрде барлығын қараймын. Алдағы уақытта қандай рецептілер күтесіздер, соны да жаза кетіңіздер. Маған да идея болсын, сіздерге әрдайым жақсы рецепттер ұсынуға асығамын. Осылай ұнымызды қосамыз және осылай соданы бірге қосып араластырып, бірге екеуін жақсылап қосып жіберетін боламыз. Бұл жерде біз сода көлем беріп тұрады кішкене, сондықтан қосып жатырмыз. Онды да құрамына қарай қосасыздар. Тым аз қосып қоятын болсаңыздар, кабачоктарыңыздың, оладьиларыңыздың іші жақсы піспейді. Суы артық қалып қойған болса, онды дұрыс қоспайтын болсаңыздар, оладьилеріңіз жақсы шықпайды. Сондықтан міндетті түрде ұнын да жақсылап қосыңыздар. Қанша қажетті болса, 7 немесе 8 немесе 9 қасық қоса беріңіздер. Ұны аз болып қалса да, оладьилеріңіз майлы болып қалуы мүмкін. Сондықтан ұнын жақсылап қоюланғанша асықпай жақсылап араластырып қосып алыңыздар. Оладьилерімізді пісіретін табағыңызды жақсылап қыздырып алып, аздап май құйып, дайын қоспамызды қасықпен салып, 2 жағынан қуырып аламыз. Әр жағын шамамен 2-3 минуттай пісірсеңіз жеткілікті.
Міне біздің оладьиміз дайын болды. Осылайша жылы күйінде қаймақпен немесе соуспен беруге болады. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Екі шетінен қуырып пісіріп жатқан кезінде піскен оладьилеріңізді бірден салфеткаға қойыңыздар. Қағаз салфеткаларға майын бірден сіңіріп алады сол кезде. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Жаңа, қарапайым және дәмді тағамдармен сіздермен бөлісіп отырамын. Сіздермен бірге болған Айтгүл.